Біз Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Николай Островский атындағы нөмір 4 Күршім орта мектебінің 5-ші сынып оқушылары. Жасыл сахна номинациясы бойынша табиғатқа қамқор болайық атты театрланған көрініс қоямыз. Біздің театрландырылған көрінісіміздің мақсаты табиғатты қорғау мен аялаудың маңыздылығын түсіндіру, экологиялық сана мен жауапкершілікті қалыптастыру. Біз бастаймыз! Табиғат біздің ортақ үйіміз, оны бірге қорғайық. Оқиға орны жайлау мен орман арасы. Күн шуағы шашылып, жел соғып, су ағып, табиғаттың көркейіп тұрған көктемнің шырайлы кезі еді. Сол мезетте аспанда ұшып келе жатқан үкі, еш нәрсе көре алмаған үкі әрен дегенде ағашқа қонады. Маңайда жайылып жүрген жылқы келіп: «Үкі досым, біртүрлі иіс шығып тұр, бұлақ басы лайланып кетіпті». «Я, мен түнде көзіммен көрдім, адамдар пластик бөтелке қоқыс тастап кетіпті, ағаштарды да кесіп жатыр екен». Кенет алыстан көмекке шақырған қоянның даусы шығады: «Көмектесіңдер, құтқарыңдар, көмектесіңдер!» Менің інімнің жанындағы шөптер қурап қалды. Бұрын жап-жасыл еді. Менің дәндерімді тығатын ағаштар азайып барады. Су ішуге барсам, жағасы лас, батпақ болып кеткен. Бұрынғыдай тұнық емес. Наразылық көрсетіп жатқан жануарлардың сөзін естіген судағы бақа: «Менің туыстарым азайып кетті, ластанған судан болар». Жүрегі ұшқан кейде тышқан келіп: Енді қайттық. «Мен қоқыс үйіндісінен бір емес, 2 қапқан көрдім. Адамдар байқамай бәрімізге қауіп төндіріп жатыр». Не істейміз енді? Табиғатты тек адамдарға артып қоюға болмайды, өзіміз де әрекет етейік. Дұрыс, бәріміз бірге орманды тазалайық, түсіндіріп, адамдармен достық орнатуға тырысайық. Одан кейін қалай шабыт алмайсың? Сүйейік табиғатты, аялайық. Біз одан жақсылықты аямайық. Анадай табиғаттың аясында жадырап жас балаша дем алайық. Табиғатым, тіршілігім, ырысым, сенсіз менің тартылады тынысым.
Міне керемет достар, табиғат ана. Оны қорғау міндетіміз.